Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен бірге өте көп келетін сұрақтың бірі слайдқа гиперсілтемені қалай қоямыз деген сұраққа жауап беретін боламыз, соны талдаймыз. Ол үшін мен осылай дайын слайдты сіздерге ұсынып отырмын. Мұнда мен 5 ұяшықты дайындап қойдым. Тақырып әлем әдебиеті. Осы әр ұяшыққа біз бірден бастап 5-ке дейінгі сандарды әуелі жазып шығатын боламыз. Ол үшін вставканың ішіне кіріп, өзіңіздің қалаған фигураны таңдап, осылай қойып аласыз. Мен осылай төртбұрыштан таңдап, мінекей 5-еуін қойдым. Менде әр ұяшықтың үстіне бірден бастап 5-ке дейінгі сандар тұрады. Сол сандарды басу арқылы осы өлең жолдарын шығаратын боламыз. Бірді басқанда бірінші өлең жолы солай 5-ке дейін кете береді. Енді қазір әр ұяшыққа бірден 5-ке дейінгі сандар жазып шығайық. Ол үшін жоғарыдағы менюдің ішінде вставкаға, оның ішінде Word артқа барамыз да, қалаған стилімізді таңдап, бірден 5-ке дейінгі сандар жазып шығамыз. Енді осы сандардың үстін басқан кезде әр түрлі өлең жолдары шығу үшін мына жазудың үстін бір рет басамыз, вставкаға барамыз. Осы жерде гиперссылка деген тұр. Осының үстін басамыз. Сонда бізде мында файл, веб-страница деп тұр, место в документе, новый документ және электронная почта деп тұр. Бізге керегі осы слайдтың ішіндегі документ қажет. Осыларды таңдаймыз. Ол үшін место в документе дегенге барамыз. Осы жерде көріп тұрсаңыздар, барлық слайдтар шығып тұр. Бізге керегі осы бір санын басқан кезде мына екінші слайд шығу керек. Бізге бірінші өлең жолы екінші слайдта тұр. Слайд 2 деген таңдап окейді басамыз. Мінекей түсі осылай өзгереді. Одан кейін екінші санға барамыз, дәл соны жасаймыз. Вставка, гиперссылка, место в документе және екінші слайдымыз ол үшінші слайдты таңдаймыз. Солай барлығына қойып шығамыз. Мінекей барлығына қойып шықтым. Барлығының түсі өзгерді. Енді тексеріп көрейік. Мысалға, мына ұяшықты басайық, екінші ұяшықты. Сол кезде бізге өлең шумағы шықты. Мінекей, бірақ біз келесі ұяшықты таңдау үшін не істейміз? Ешқандай басатын мына жерде кнопка жоқ. Клавиатурадағы келесі стрелканы басатын болсаңыз, келесі өлең шумағы шығып кетеді. Сол үшін біз әр өлең шумақтың астына тағы да гиперссылка қоятын боламыз. Вставка оның үшін надписке барып, мұнда шетіне ғана, өзіңізге ыңғайлы жерге ғана бір сөзді жазасыз. Мен көбінесе басты бет деген сөзді қолданамын. Соны жазып, осы сөзге де гиперссылка қоятын боламыз. Бұл ссылканы біз ең бірінші слайдқа қоямыз. Яғни біз осы сөздің үстін басқан кезде бізге бірінші слайд ашылу керек. Яғни біз ұяшықтарды таңдай аламыз керек. Мінекей бірінші слайд, окейді басамыз. Мінекей гиперссылка қойылды. Енді тексеріп көрейік. Мінекей басты бет деген жазу шығып тұр, түсі де өзгерді. Осының үстін басатын болсаңыз, сізге ұяшық таңдайтын слайд ашылады. Келесі ұяшыққа барасыз. Мінекей келесі ұяшыққа да дәл осы гиперсілтемені қою керек болады. Сол үшін барлығына қойып шығамыз. Енді қалған слайд беттеріне дәл осы гиперсілтемені қою үшін қайтадан осы сөзді жазып, қайтадан вставка, гиперссылка деп отырудың қажеті жоқ. Просто так осы сөзді копировать етіп, келесі слайд бетіне апарып вставить етеміз. Дәл сол жерге барып түседі. Дәл сол гиперссылкамен барады. Егер де сізге осындай бір сілтеме ғана керек болатын болса, барлығына осылай просто так копировать ставить етсеңіз болғаны. Мен барлығына қойып шықтым, енді тексеріп шығайық. Кез келген ұяшықты басамыз. Басқан кезде мінекей шығармадан үзінді шықты. Басты бетті басқан кезде біздің ұяшық таңдайтын слайд бетіміз шығады. Осылай сіз өз слайдыңызды әдемілеп көрсетсеңіз болады.
Эгерде дәл осы видео боюнча сурактарыңыз болсо, комментарийга калдырыңыздар, мен міндетті түрдө жооп беретін боламын. Ал түсініксіз болған сурактарыңыз болса, оны да жаза кетиңиздер. Эгер видео унаган болса, достарыңызбен бөлүшүп, комментарий калдырып, лайк басып, менин каналыма тиркелүүнү унутпаңыздар.